Мен Жазиева Айнагүл Сабырбекқызы Алаш арысы Ахмет Байтұрсынұлының 150 жылдық мерейтойына арналған «Дәуірдің жарық жұлдызы» атты челленджін Өсіп Гүлнұр Қанатқызынан қабыл алдым. Оқуға шақыру. Балалар, оқуға бар, жатпа қарап. Жуынып киініңдер шапшаңырап. Шақырды тауық мана әлде қашан. Қарап тұр терезеден күн жылтырап. Адам да, ұшқан құс та, жүрген аң да, жұмыссыз тек тұрған жоқ ешбір жанда. Кішкене қоңыз да жүр, жүгін сүйреп, барады, аралар да ұшып балға. Күн ашық, тоғайлар шат, ың-жың орман, оянып жан мақұлық түнде қонған. Шығады тоқылдақтың тоқ-тоқ даусы, сайрағы сарғалдақтың сыңғырлаған. Өзенде балықшылар ау қарап жүр, тоғайда орақ даусы шаң-шұң ұрған. Аллалап ал кітапты қолдарыңа, құлдарын Құдай сүймес жалқау болған.